Сәлем құрметті оқырман. Бұл жеп тұрған қатырылған қант, яғни қантымызды алып ыдысымызға салып, осылай астын араластырып тұрамыз. Баяу отқа осылай араластырып тұрамыз. Көз мөлшермен саламыз. 2 кесе қант немесе 3 кесе қант салсаңыз болады. Ол өзіңіздің еркіңізде. Және осылай сәл қызарған кезде үстіне сүт қосамыз. 1 кесе сүт, өзіңіздің көз мөлшеріне қарай тағы 2 кесе салсаңыз болады. Осылай араластырамыз, одан кейін ол қайнай бастайды. Осылай әдемі қайнаған күйде астын араластырып, тоқтамай араластырып тұра береміз. Осылай қайнауы қажет. Міне осылай қайнап әдемі болып, яғни тас кетпеу керек, қыздар. Астын араластырып, тоқтамай араластырумен боламыз. Осылай астын көбейтеміз, оттың астын көбейтеміз. Яғни асты жабыспау керек. Осылай әдемі болып қайнауы тиіс, қыздар. Яғни қызарғанша, қайнатамыз. Қызарып болғаннан кейін қана аламыз, қыздар. Осылай қайнауы тиіс. Осылай қызарып болды. Қызарып болғаннан кейін осындай ыдысымызға тағы да астына араластырып аламыз, бұрқылдатып қайнатамыз. Одан кейін осы ыдысымызға, яғни құямыз. Сұйық кезде осылай қазан түріндегі барлығын қырқып аламыз. Одан кейін аз тұру керек, яғни қатады бұл, қатып қалады. Қант деген қатады ғой. Сол үшін қатқанша осылай тұрады. Кішкене 5-10 минут, 5-6 секунд тұрса болады. Одан кейін міне осылай қатып қалды. Көрдіңіздер ме, былай шансымен ұрып көрсек болады. Осылай қатып қалады. Қатқаннан кейін, яғни кез келген бір матаға немесе қолын сүртетін неге төңкеріп аламыз. Осындай болып шығады, тәтті болып. Яғни шаймен әдемі болып кетеді. Кәмпиттің орнына балаларға істеп берсеңіздер болады. Міне осындай әдемі болып қант шықты. Көрсеңіздер өте дәмді.